Толқын құрмет жамағатына, жер деген қатты бір сілкініспен сілкінген кезде, жаңа Хаққа сүресінде айтады, сұрға үрленген кезде, «Вахумилатил арду вал жибалу фадукката дакката вахида». Алланың әміріне қарай алынып дейді жер мен таулар. Сөйтіп бір қатты ұрылумен ұрылған кезде дейді. «Фаяума изин вақағатил вақиға» дейді. Міне сол күні орнайды бұл оқиға. «Ваншаққатис самау». Ана біз көріп тұрған аспан, 7 қабат аспан, өте мығым. Сондай керемет жаратылыста тұрған нәрсе, бекем. Сол күні дейді, ол әр жерінен сетінеп жарылады дейді. Не қарас, тіршілігі аяқталды, 7 қабат аспанның. Сетінеп жарылады да, «Фахия яума изин вахия». Ол сондай осал нәрсеге айналады да, періштелер о жерде тұра алмай қалып, «Вал малаку ала арджаиха». Періштелер шар тараптарға қарай Алласынан пана тілеп тұрады дейді. «Ва яхмилу арша роббика фауқахум яума изин самания». Міне сол күні Раббыңның аршысын үстілеріне 8 періште көтеріп әкеледі. Яума изин туғрадуна, күллілерің мақшарда көз алдымызға келесіңдер дейді Алла Тағала. Ла тахфа минкум хофия, біреулерің тығыла алмайсыңдар менен дейді. Біреуің де менен тығыла алмайсың дейді. Жинап әкелді. Міне сол кезде فكانت وكنتم أزواجا ثلاثة. Рахманның аршысын жағы 8 періште. Сөйтіп көтеріп қойғаннан кейін Алла Тағаланың әмірімен бізді 3-ке бөліп тастайды екен Алла Тағала. Періштелеріне әмір беріледі да, 3 сыныпқа бөлінесіңдер дейді. 4-шісі жоқ. 3 сынып. Сөйтіп Алла Тағала бізбен қазір ашық сөйлеседі. Еркелетпейді ешкімді, біз бірімізді еркелететін дейді. Ашық сөйлеседі. Осы 3 топтың қайсысынан болғың келеді деген ұсыныс жасайды Уақиға сүресі. Сендерді ол күні 3 сыныпқа бөлінесіңдер дейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаасхабул майманати, оң жақтағылар, Рахманның аршысының оң жағына қарай қойылғандар, жолдары оң болған осы дүниеде. Жолдары оң болған. Амалдары, Алланың бұйырған парыздары бүтін. Алла Тағаланың тыйған тыйымдарына жақындамаған. Жоқ дегенде осы керек екен. Және осы нәрселердің өзінде әлсіздік танытқан жағдайлар болып жатса да, ол да осының ішіне кіріп кетеді. Өйткені Алланың рахымы мына жердегі ең соңғы нәтижені айтып отыр. Соттың дәл кезіндегі емес, сот жасалып, енді тек қана жәннатқа тозақтық тозаққа айдалғалы тұрған кездегі жағдайды сөйлеп отыр. Сол кезде оң жақтағылар кітаптарын оң жағынан алғандар. Алла Тағала оларды оң жақтағылар деп атады. Сосын бізге сұрақ қояды. Мә асхабул маймана, оң жақтағылар деген не? Сен бұны ойлап көрдің ба деген естеді бізге. Ой тастады. Санамызға не істеп отыр? Сілкініс тастады. Оң жақтағылар. Оң жақтағылар кімдер екен ол? Оң жақтағылар. Тоқтай тұр дейді. Келесі бетте хабарлаймын дейді оны. Екінші. Ва асхабул маш'амати, сол жақтағылар. Алла Тағаланың рахымынан алыстанғандар. Алланың берекесі жұқпағандар. Тіпті кейбір сүрелерде Алла айтады, «Ла юкаллимухумуллаху». Алла олармен сөйлеспейтіндер.
وَلَا يَنْزُرُ إِلَيْهِمْ. Allah оларға назар аудармайтындар. وَلَا يُزَكِّيهِمْ. Ешқашан істеген қылмыс күнәларынан тазартпайтындар. Сөйтіп кітаптарын сол жағынан алғандар. Және де кітаптарын сондай бір қылмыста шектен шыққандар, Алланы мойындамауда шектен шыққандар бар екен, оларға тіпті кітаптарын сол арт жағынан кеп береді екен. Бұл деген сөз мүлдем мойындалмаған адам деген сөз бұл. Кешегі Тоха сүресінде айтқандай, Раббым мені неге соқыр қып тірілттің? Мен көруші едім ғой дегенде. Солай саған аяттарым келген еді. Сен оны керек қылмай едің ғой. Сол секілді бүгін де сені керек қылмаймыз деген мағына. Міне бұлардың жағдайларында Алла Тағала келесі бетте баяндайды. Үшінші топ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Және де озаттар. Озаттар деген жерге Алла Тағала озаттар деген не ол, немесе кімдер ол деген сұрақ қоймады, жаңағы алдыңғы екі топқа қойғандай. Оң жақтағылар, не ол оң жақтағылар деді. Сол жақтағылар, не ол сол жақтағылар деді. Сосын жауабын оның келесі бетте береді. Нәжде, озаттар. Озаттар дегенім озаттар дейді сосын Алла Тағала. Яғни осы дүниеде Алла Тағаланың разылығын іздеп жүгіріп жүрген құл. Еш нәрсе тоқтатамаған оны. Осып кеткен, күллімізден осып кеткендер. Дүниеде қалай жеткізбеді бізді өзіне, ақыретте де солай осып кетеді екен ол.